Баршаға қайырлы күн, есімім Темірлан Мукашев, мен Бенин деген мемлекеттемін. Бенин мемлекеті картада қарайтын болсақ, бұндай жерде орналасқан бұл Батыс Африка. Бенин мемлекетінде бәрі француз тілінде сөйлейді. Неге? Өйткені кезінде Батыс Африканың көптеген мемлекеттері, сонымен қатар Бенин, Францияның отары болған, сондықтан бұл жақта француз тілінде сөйлейді. Және сіздерде бір сұрақ туындап тұрған болар, неге мен осындай бір қарапайым бір түрлі шан көшеде тұрмын? Өйткені Бенин мемлекетіндегі ең үлкен қаласы Котонуда көшелердің 75% шамамен осындай асфальт жоқ, шаң, тек қана орталықты көшелерінде ғана асфальт бар, ал бұл жақта өте шулы, сондықтан осындай жерде тұрмын. Ендеше Бенин мемлекетінен жаңа саяхатымызды бастайық. Кеттік. Мен Уганда мен Кенияда болғанда көшеде заттарын басымен тасып келе жатқан адамдарды әрине көрдім. Бірақ Бенинде бұндайлары өте көп екен. Екінің бірі бастарында бірдеңені салып алып, белдерін түзу ұстап, бұрылғанда ебедейсіз бүкіл денесімен бұрылып келе жатқан адамдар. Бастарында бәрін тасиды. Міне бір қыз сабан тасып барады. Шылапшын су. Бұл әлдеқайда қиын болса керек. Кішкентай қыз да су тасып төгуде. Тіпті кілемдерін де басымен тасиды. Ал бұл әйел бірнеше шырын бөтелкелерімен қоса баласын да артып алған. Бижутерия дүкені, маталар дүкені, піскен нандар дүкені. Тағы да кепкен балықтар, кокос сатушы және ең қызығы базардағы киім сатушылар. Ілгіштерін бастарындағы табаққа іліп қойып жүреді. Айтпақшы, Бенинде көп адамдарда заманауи смартфон емес, ал ескі батырмалы телефондар. Бастарына жүкті қалай көтереді десеңіздер, міне. Ал қалай түсіреді десеңіздер, міне. Мынаулар не сатады екен? Татып көрейікші. This juice. One, okay. Бұл жерде осылай шырын сатып жүреді. Шырын сатып алып ішіп көрейік. Okay? No change. One. One? Okay. What is it? Овая? Okay. Ал овая деген затты ішіп көрейік. Қызық, осы әйел адам басына соны салып алып жүрді де, сосын осы қасымызда жігіт отыр, соған келді де, басындағысын түсіріп, ұсынып жатыр ішуге. Тәтті, бірақ тамақты қыштады екен. Жандыр отыр тамақты. Мен содан терлеп бастап жатырмын. Онсыз да ауа райы өте ылғалды, терлеп жүресің. Осы тамақты аштады, содан одан да көп тересің, қой таста осы. Окей. This. Окей, бонжур. Мен Угандада немесе Кенияда болғанда, бұл жақ дейтін ауа райы қатты ыстық емес, 15, 16, 20 градус, ал осы Бенинде қазір 30 градус. Бұл ыстық емес 30 градус, бірақ өте ылғалды. Бениндегі Котону қаласы мұхиттың қасында орналасқан, сондықтан бұл жақ өте ылғалды, үнемі терлеп жүресің. Енді бір жағынан қиын, негізі қиын. Котону қаласында көп жерде асфальт жоқ екен, тек қана орталықты көшелерінде, ал онымен байланысатын басқа көшелерінде асфальттар жоқ. Сондықтан осындай шан-шан жолмен жүресің. Бұл дейтін мысалы айтар болсақ, қаланың орталығы. Ең орталығында да осындай асфальт жоқ. Айтпақшы, Бенин мемлекетіне қазақстандықтар қалай кіре алады, ол жақта қандай виза керек деген сұрақ сізде туындап жатса,
менде еш хабарым жоқ, мен білмеймін, өйткені маған визаны РК Турист орталығы жасап берді. Қысқасы, егер сіздерде сұрақтар туындап жатса, қалай виза жасалады, қандай виза керек, мен ештеңе білмеймін, дым хабарым жоқ, кешіріңіздер. Маған барлық визаны РК Турист орталығы жасап берді. Мен дым бас қатырмадым. Тіпті Бенинге де жасай алады визаны. Сондықтан, егер сіздерге виза керек болса, қандай да бір мемлекетке РК Турист орталығына жолығыңыздар, сіздерге бүткіл мемлекетке виза жасап береді. Мұнда тек қана бастарында тасып жүрмейді. Сонымен қатар бупелерін арқалайды да жүреді. Матамен байлап алады, бупелерді арқаларына солай жүреді. Мына жақта өте қызық. Африкада бұл тек қана Бенинде емес, көптеген мемлекеттерде бар бұндай. Бұндайды мен Кенияда да көрдім. Бупені артына байлап алатынды. РК Топ Визас барлық елге виза жасау. Достар, қараңыздар, Бенин, бүткіл Бенин бір жерде, бір бұрышта. Басында дүкенет тас жүрген әйел адамдар. Қараңыздар, арқасына баланы орап алған, арқалап, және басында банан тас баратыр. Міне осындай суреттер. Балық, тауық, балық, шұжық. Бұл жерде сосын мартини бар. Тағы да осындайлар. Енді сіздерде сұрақ туындап тұрған болар, неге олар осылай дүкендерінде тауарларын сыртына суреттеп тастайды. Бұны мен Инстаграмда алдын ала жазып тастадым. Ендеше бұны видеода айтайын. Бұл дейтін шетелден келген мен сияқты туристер французша түсінбегендіктен осылай не сатылатын білсін деп сондай мақсатта жасалған зат емес. Бұндай әдет ертеден бері келе жатыр. Бұл әдет дейтін ертеде адамдар әріп танымаған, оқи алмаған, яғни сауатсыз болған, сондықтан олар үшін осылай суреттерді салып жүрген. Бірақ қазір енді сауатсыз адамдар өте аз, жоқтың қасы, ал әдет қалып қойған осылай суреттерді салай беріп. Hello. How are you? Good. This benzene, petrol, oil. Petrol. Wow. This is so good. Міне өте қызық. Осындай жерде қараңыздар, қаншама үлкен шөлмектер, соның ішінде бензин бар. Міне осылай құяды бензинді. Ал бұл жақта әр бұрышта орналасқан жанармай құю станциялары. Мінекей жанармай құю станцияларын қараңыздар, не деп жазып тұр екен? Saint James Plantation, вино, шампанский, сондай-сондайлар шөлмектері, ішінде қазір жанармай, бензин. Мына жақта тағы да біреу. Bonjour. Қараңыздар, 1765 жылғы бір арақтың шөлмегі, осында үлкендері де бар. Бенинде көптеген адамдардың беттерінде тыртық бар, яғни бұл байша айтқанда олар қай тайпадан шыққанның белгісі. Бұрын 100% адамда болған, осыдан 200 жыл бұрын, бірақ қазір енді заманауи өмірде барлығы глобализация кезінде көбінде емес, бірақ беттерінде осылай тыртықтары бар адамдарды кездестіруге болады. Мысалы, әуежайда біреулер жұмыс істеп жатады, яғни бұлар дейтін, мен осындай бетте осындай таңбасы бар тайпадан шықтым деген, сол тайпаның мүшесімін деген сияқты, сондай бір былайша айтқанда бұл жақтың куәландыру құжаты сияқты болып табылады. Былайша айтқанда паспорт олардікі. Мен осы тайпадан шықтым деген. Бұл тек қана Бенинде емес, көптеген Батыс Африка елдерінде бар, Гана, Нигерия, Того деген мемлекеттерде
тайпаларда солай беттерін тыртық етіп кеседі арнайы. Осылайша сен мысалы белгілі бір тыртықпен басқа бір Нигерияға барсаң, олар да біліп отырады, сен қай тайпадан шықтың деген сияқты. Бенинде Котону көшелерінде жүру өте ыңғайсыз, қиын, өйткені барлық жерде мотоциклдер саған пепілдей береді. Мысалы, көшеде келе жатасың, өз шаруаңмен артта бір пепілдеп тұрады. Енді маған емес деп ойлайсың ғой, ар жақта біреуге жолда пепілдеп жатқан болар деп. Қарап қаласың, сонша не болды, кімге пепілдеп жатыр, маған пепілдеп жатқан екен. Типа, қайда баратсың, қайда апарып тастайын, кел, жеткізіп тастайын деген сияқты сондай қызметті ұсынады. Біреумен көзбе-көз түссең болды, бірден тек тоқтайды, келеді, сұрайды, қайда баратсың дегендей. Маған ешқайда керек емес. Бенинде жол қатынау жағынан еш қиыншылық жоқ. Мототакси барлық жерге апарып жеткізіп береді. Қараңыздар, сары киінгеннің барлығы сол баяғы тыным бермейтін мототаксилер. Бағалары арзан, 400-500 теңгеге қаланың кез келген жеріне жетуге болады. Котону қаласынан батыс бағытта 30 шақырым жерде Уида деген қала орналасқан. Бұл қалаға да мототаксимен жетуге болады. Қала арасы дала емес, ұсақ-ұсақ ауылдар мен базарлар. Міне тағы бензин құю үдерісі. Назар аударыңыздар, бензинді айналдырып жіберіп құяды. Уида қаласы Бениннің қасиетті қаласы. Бұл қалада түрлі сиқыршылар мен бақсылар тұрады. Кезінде Африканың ең ірі құлдар базары мұнда орналасқан еді. Еуропалық отарлаушылар бұл қаланың порты арқылы кезінде миллиондаған құлдарды мұхит жүзіп басқа континенттерге сатып алып әкеткен. Бұл базарды біз кейін көре жатармыз. Уида қаласы вуду дінінің орталығы, және бұл қалада вуду дінінің қасиетті орманы бар. Бұл орманда вуду дінінің құдайлары да бар. Сол орманға келіп тұрмыз, ендеше құдайларын көрейік. To try to do ritual for this divinity to have fertility, to have a baby. Қысқасы бұл дейтін бедеуліктің құдайы, яғни егер белгілі бір ер адамда немесе әйел адамда немесе екеуінде де бала жасай алмай жатса, осы бедеуліктің құдайына сыйынады. Былайша айтқанда бұл құдай емес, ал сол құдайдың өкілі, яғни сондай құдай бар, бірақ ол қайда ол құдай деген сияқты, ол қалай оны елестету үшін осындай бір мүсіндерді жасап қойған. Сол мүсіндерді түрлі құдайлар бар Будда дінінде, сол діндегі көптеген құдайларды өтіп шығамыз. Яғни бұл дейтін шынайы құдай емес, ал сол құдайдың жай ғана осылай адамға көрсетілген презентациясы сияқты. Мынау дейтін мысалы бедеуліктің құдайы, яғни ұрпақтың, тұқымның құдайы деген сияқты ғой. This god name is Zangbeto. Zangbeto, it is the guardian of the night. Ал бұл Зангбето деген құдайымыз дейді, яғни түнгі қорғаушы, түнде бізді бәрімізді қорғап отырады, әсіресе ұрылардан дейді. Егер біреу келіп, мысалы телефонды ұрлайтын болса, осы дейтін сол ұрыға әсерін етеді, және ұрлайын деп тұрған жерінен ұрламай қалады дейді. Осылай бізді қорғайды дейді мына жақта, біздің барлығымыздың түнгі тыныштығымызды сақтайды дейді. Take information for you and report for the king. Ал бұл дейтін Абаджига деген құдай, ода екі беті бар, яғни бұл дейтін құдайдың былайша айтқанда құпия агенті болып саналады дейді. Қылмысты ұйымдастырайын деп жүрсең, ол дейтін негізі құдайға барып айтады соның барлығын. Сосын құдай бір іс-қимылдарды, бір шешімдерді қабылдайды саған қатысты. Қоғамда барлық адамдарға сенуге болмайды, өйткені олардың бірі осындай екі бетті құдайға бар жамандығыңды айтып жеткізіп беретін адам болып қалуы мүмкін дейді. Бұл артқы екінші бетін, оны тек қана құдай көреді, ал қарапайым адам көре алмайды дейді. Міне осындай мән. Representation of a god. This god name is Азиза. Ал бұл құдайдың есімі Азиза. Ендеше бұның барлық азизаларға жіберіңіздер. Бұл Азиза құдай, креатив құдайы, яғни сен дейтін бір мықты ойларды, креативті идеяларды табудың құдайы осы. Қарап тұрсақ, жай ғана бір машинаның түтін шығатын турбаларын осылай қойып қойған, көз, ауыз, мұрын жасап қойған, болды құдай. Құлақтарын да қараңыздар. Representation of the god of iron.
You know iron? Yes. Okay. Темір бөшке, сосын болған дейтін түрлі тағы да велосипедтің ба цептарын, шынжырларын жалғап қойған темірдің құдайы деп. Ал темірдің құдайына сыйынады бениндіктер, вуду дінін ұстанатындар, қашан олар дейтін темірмен байланысты қауіпті жұмыс жасар алдында немесе рульге отырғанда, яғни темір тұлпарды айдайын деп жатқанда, сол кезде олар дейтін темір құдайына сыйынады, өтініш бізбен бәрі жақсы болсыншы, бір апатқа ұшырамайықшы деп темір құдайдан солай өтінеді. Okay, what is this? This is the history of the hunter. You know hunter? Унта. Hunter. Oh. Hunter. The hunter, it is the man who killed the animal. Hunter. Hunter. Okay, Yes, yes. the hunter. Аң аулаушылардың құдайы дейді. Соның яғни өкілі, соның былайша елестетуі. Бұл жерде байқап тұрғаныңыздай, ол қолында бір найза ағашты ма, сондай бірдеңені ұстап тұр, және оған дейтін жылан кобра айналып тұр, және айтып жатыр, бізді өлтірмеші дегендей, бізді аяшы деген сияқты, осылай барлық жануарлардың атынан айтып жатыр. Бостан босқа өлтірме деген сияқты, өлтірсең тек қана аң аулау ретінде, өзіңе керек ретінде өлтір, ал былай жай ғана қызық үшін өлтіруші болма деген сияқты осылай пышылдап аңшыға айтып жатыр. This tree, it is a mystic tree. Okay? There are two mystic trees in this forest. Ал артында тұрған терек бұл дейтін өте қасиетті терек дейді. 1988 жылы бұл ағаш мына жерге құлаған дейді. Құлағаннан кейін 21 күн жатып, қайтадан орнына қайтып тұрып кеткен дейді. Алдарыңызда көріп тұрған сурет, бұл дейтін сол ағаш жатқан кезіндегі суреті, яғни ағаш осылай жатты деген сияқты. Сосын 21 күннен кейін ағаш қайтып орнына тұра қалды. Сондықтан бұл дейтін қасиетті ағаш болып саналады. Осыдан енді бұл орманда қасиетті деп саналады. And these people go to the war, the first mondial war. Артында тұрған қирап қалған ғимараттың өзінде бір терең тарихы бар екен. Бұл дейтін гидтің айтуы бойынша бірінші мундиаль вар дейді, яғни бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде, дүниежүзілік деген француз тілінде мундиаль болып тұр. Сол бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Франция өз отарлаған мемлекеттерінен, яғни Батыс Африкадан, сонымен қатар Бениннен әскери адамдарды жіберген екен. Еуропаға соғысқа барғысы келмей, соғыста өлем деп солай қорыққан мына Бениннің азаматтары вуду дініне, вуду құдайларына осындай өтініш жасаған. Өтініш: біз соғысуға барамыз Еуропаға, бірақ бізді тірі қалдыршы, біз өлмейікші. Егер біз тірі қалып өлмесек, біз мына жерге келіп саған бір осындай шіркеуді ма, бір ғимараттарды соғып салып береміз деп солай келісім шартқа отырғандай болды Құдаймен. Және байқап тұрғаныңыздай 1920 жылы келген адамдар, аман есен келген адамдар осылай ғимаратты құрды, салды. Бірақ неге бұл сынып тұр, неге қазір бұзылып қалған? Өйткені бұл ғимаратқа 100 жыл болды, содан бұзылып қалған. Атак негізі бірнеше ондық жылдар бойы пайдаға асырып қолданылған ғимарат болған кезінде. Okay, so we have the divinity, the god, okay, the tree, the Iroko tree, as the king of Uida transformed. Кезінде 1600 жылдары Уида қаласында патша болған бұл кісі дейтін, сосын ағашқа трансформацияланып кеткен, құдайға айналып кеткен вуду дінінде. Осылайша енді қазір осы жерге ол дейтін барып сыйынды. Оған қоса ең қызығы осы жерде дейтін аяқ киімін шешіп барып сыйынды. Сонымен қатар айтады, біз 5 күн сайын осы жерге келіп патшаға сыйынамыз, құдайға сыйынамыз, көптеген үй жануарларды соямыз дейді, билейміз. Бұл жерде былайша айтқанда оған дейтін сыйынамыз деген сөз. Сосын маған ұсынып жатыр, барып саған да рұқсат етеміз дейді. Барып ана ағашты тауға, сосын оған дейтін былайша айтқан бір сыйыну рәсімі ретінде ана төменде тұрған бір тәрелкеге садақаңды тастасаң дейді. Міне осылай сол жасап көрейік. Енді мына жақта жүргесін. Осылай міндетті түрде аяқ киімімізді шешу керекпіз. You give your phone, I take picture for you. Okay. Your phone. Okay. Okay.
Okay, you touch the divinity with your. Міне осы келеміз. Кезінде 4 ғасыр бұрын кісі болған, ол дейтін ағашқа трансформациялып, ағашқа айналып кеткен, соны енді ұстаймыз осылай. Өте қасиетті ағаш деп саналады. Ал енді бұл жерде садақа тастау керек дейді. Негізі керемет бизнес. Оған былай садақа тастап жіберейік. Осы 200 жергілікті бениннің ақшасын болды. Енді кетеміз. Бұл орманда тағы да басқа көптеген құдайлардың өкілдері бар. Мысалы, найзағай құдайы, жаман тілектерді өзіне тартып алатын құдай, егін өнім құдайы, басқа діндерге барып жолығатын құдай, яғни вуду дінін ұстанатындар басқа дінге ауысқысы келсе, бұл құдайдан барып рұқсат алады. Немесе, егер сіз вуду дінін ұстанамын, вуду дініне көшемін десеңіз, онда Бенин мемлекетіне ұшып келіп, Уида қаласында орналасқан бұл қасиетті орманға келіп, бұл тұрған темірге жолығып, оған сыйынып, одан вуду дініне көшу туралы өтінуіңіз керексіз. Міне қысқасы осылай, ал әзірге Бениндегі діндер мәселесі қандай екенін айтып берейін. Міне алдарыңызда байқап тұрғаныңыздай, Бенин мемлекетінде ислам дінін ұстанатындар бар. Бүткіл халықтан 25% мұсылмандар, ал 50% христиандар. Және қалған 25% бұл дейтін басқа діндердің ұстанушылары. Және бір қызық факт, Бенин әлемдегі жалғыз мемлекет вуду дінін мойындаған, яғни ресми түрде бекітілген. Енді вуду діні дейтін көптеген мемлекеттерде бар, африкандық. Бірақ оның барлығында ресми түрде бекітілмеген дін, ал осы Бенинда ресми түрде кәдімгі конституцияда мойындалып жазылған вуду діні. Кішкентай балалар GTA San Andreas ойнап отыр. Вау! GTA San Andreas'ты тап осылай олар сияқты мен дейтін 2007-2006 жылдар ойнаған болармын компьютер клубта. 50 теңге, 50 минут деп, 1 теңге 1 минут деп. Мына жерде олар дейтін PlayStation'да ойнап жатыр. Бір қызығы, олар екеуі ойнап жатыр екен, олай да бола ма не? Біреу бір джойстик, біреу екінші джойстик ұстап алды да, екеуі бір мотоцикл деп отыр. Мәссаған. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. You want to give me money? Huh? You want to give me money? Money? Who? You. Me? Why? You can't me picture now. Oh, no, thank you. Give me some money, man. You from where? From Kazakhstan. Kazakhstan. Do you know? You Muslim or you Christian? Huh? If you Muslim or you Christian? Muslim. If you Muslim. What is your name? Huh? Your name? Your name? Your name? Name? Lan. Ran. My name Abdul Aziz. Okay. Nice to meet you. Bon appetit. Міне бұл жақта жүрмін, және бір топ жігітке жақындап видеоға түсірем. Ешқандай агрессия, ешқандай негатив жоқ. Рахат бұл жақта дейтін жалпы өте татулы адамдар. Бәрі ақ көңіл, жылы жүзді, керемет. Бұл жердегі сурет бойынша байқауға болады. Видеоға немесе фотоға түсіреді, немесе сондай затты сатады. Ана жерде де сондай сурет. This камера. Бірақ бұл жақта ондай ештеңе байқалып тұрған жоқ. Ескі камера. Non? Pourquoi tu me filmes? Il fallait m'avertir avant de me filmer. Non. Tu peux pas me filmer. Why would you do like that? No, camera. No. You see me. Show me. Go inside. Wait, no.
Pourquoi tu me fais ça? Je vais te montrer. Okay, no problem. Sorry. Pourquoi tu, why you snap me? Why? Camera. No, if it's camera, Camera. me, I'm cameraman. Why you film me? Okay, sorry. Come to delete. Okay, of course. Show me. This and this. Not him. It's just. Okay. Бұл жерде мені неге камераға түсіресің деп жынданған кісі көшенің барлығын көшіріп ұрыс шығарды. Бірақ мен сені емес, ал бұл камералардың суреттерін түсірдім. Сені түсіріп не қыламын? Сен маған қызық емессің деп көндірдім. Ақыры басылды. Жалпы Бениннің адамдары камераны ұнатпайды, көбі камерадан қашады. Бұған да себеп бар екен. Вуду дінінің наным сенімі бойынша, оларды камераға түсіргенде ішкі жандарында алып қоямыз деп сенеді. Сондықтан анау өмірге жансыз кетіп қаламыз деп қорқады екен. Сондықтан олар камераларды жаратпайды. Қараңыздар, бұл жерде жолды өтудеміз. Камерадан қорқып қашып жатыр. Жасағысы келмей оған ұрысты жаса деген сияқты. Әлде мен үшін ұрыс тастады ғой сені. Бұл не екені түсініксіз. Байша бір манный каша болады ғой, сол сияқты. Бұл жер дейтін көптеген машиналарды ондайтын сондай бір кәсіпке толы көше. Және қараңыздаршы, бұл жерде май төгілген, майдың иісі ұрып тұр, қара майдың машинаның ба. Және бұл жерде балапандар ма, қаздар ма, кешіріңіздер, айыра алмайын, бірақ олар дейтін балшық пен майды аралас заттан ішуде. Вау! Қараңыздар, артында биік ғимаратты құрастырып жатыр, және сол жерде ең соңғы қабатында да леса бар екен. Кәдімгі дейтін шамамен бір 7-8 қабат болар. Бір жерден бастап жоғарға дейін осай лесаны көтеріп тастаған. Ағаштардан, бамбук ағаштарынан өте қызық. Мені бір қыз жақындап келіп тұр. Мен әңгіме соғып. This hair. Okay? Okay, this. Вау, қараңыздар. Пластикпен ба бірдеңе жасап қойған. Бәрін осай тартып, осындай пластиктің ішіне шашын осай орап қойған. Осындай шашпен жүреді мұндағы қыздар. Окей, good. Осай жолда ойнап отырады, құмның үстінде, жалаң аяқ. Қоқыстың үстінде. Негізі бір жағынан қауіпті екен. Ана жерде бетон тұр. Сол жерге бір байқамай аяғымен кіріп кетсең, қиын болады. Мынаған қалай салады енді 1 метр. 1 болды. Бұл жерде көшеде өтіп бара жатсам, осылай 2 жігіт отыр. Шай ішіп па, кофе ішіп па, осы маған ұсынады. Ачура. Валерий Зеверт. Is tea? No, it's no drug? Yeah. Yeah, you know. Green tea? Yeah. Okay. Маған ішіп көр дейді. Енді лас енді бір ішіп көрейік, мейлі. Шай емес, чефир сияқты кәдімгі. Yeah, it's good now. Өте қатты екен. Very strong. Yeah. Okay, merci. Тіпті ащы бір жағынан қатты шай болғандықтан осындай кішкентай жерде кішкентай шайникпен дайындауда. Осындай көшеде осы отыр, музыка тыңдап, музыка? Music. Good. Менде телефонымда интернет бітіп қалды. Енді осылай көшенің ортасында осылай
жаңа гигабайттар сатып алудамын. Бұл жақтағы жағдай бұндай. Шатырдың астында көшеде отырады. Гигабайттарды сатып. Ауа райын қарайтын болсақ, алда шамамен 2-3 аптадай жаңбыр бар екен. Жаңбыр жау маусымы басталып жатыр бұл жақта. Қазір тек жайлап сіркіреп тұр, ал алдыңғы күндерде қатты жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, және қазір енді жаңбыр жауып тұрғандықтан бір иіс шығып тұр. Бір қатты бір иіс шығып кетті. Бұл дейтін енді Катунуда, Бенинде адамдар, ер адамдар әр бұрышқа барады да дәретін жібере береді. Көшенің ортасында кішкентай балдар бар, әйел адамдар бар дегенге қарамайды ешкім. Ана бұрыштың бәрі сондай. Мына бұрыш, ана бұрыштарды барлық жерге жіберіп тастаған. Енді жаңбыр жауып жатқан соң иісі қазір шығып жатыр. Айтпақшы достар, осы Бениндағы уақыт туралы айтатын болсақ, Бенин уақыты Оралдан 4 сағат артта, ал Алматы мен Астанадан 5 сағат артта. Яғни мысалы мына жақта сағат кешкі 8 болса, Оралда түнгі 12 болып жатады, ал Алматы мен Астанада түнгі 1 болып жатады. Ол жақ мүлдем ұйықтап жатады, ал бұл жақта мен кешкі ас ішіп жатам. Міне осылай айырмашылық уақытында. Және мен дейтін Оралда жүргенде үйде үнемі кеш ұйықтаймын. Түнгі 3-те, түнгі 4-те ұйықтап жүремін. Ал бұл жақта режим дәлме-дәл келіп тұр. Оралда сағат түнгі 3, түнгі 4 менің ағзамда ұйықтайтын уақыт болғанда, бұл жақта тек кешкі 12, кешкі 11 болып жатады, ұйқы басады. Сондықтан бұл жақта режим керемет сақталуда. Кешкі 11-де жатам, таңғы 8-9-дарда оянам. Әйтпесе Оралда түнгі 3-те, 4-те жатамын да, сосын түсте бір оянам, 11-де ма, 12-де ма. РК Топ Визас, барлық елге виза жасау. Біз қазір бұндай жерге келіп тұрмыз. Қараңыздар, өте әдемі жер, өте керемет етіп абаттандырылған, бірақ осы жердің тарихы өте шамалы. Бұл дейтін негізі базар. Қандай базар? Құлдыққа сату базары. Бұрын кезінде 1700 жылдары, 1800 жылдары бұл жерде дейтін Еуропадан келген саяхатшылар немесе отарлаушылар келетте бұл жерден қара нәсілді адамдарды сатып алады. Бұларды қалай сатып алады? Яғни бұл жақта үлкен күші бар беделді адамдар құлдыққа көршілерін, достарын немесе басқа бір тайпаларды жаулап алады да, сосын оларды дейтін еуропалықтарға заттарға алмастырады. Яғни еуропалықтар келіп ақша берсе, олар ақшадан бас тартады. Бізге сіздердің ақшаларыңыз керек емес, бізге зат беріңіз деп. Яғни сол кезде олар дейтін ішімдік берген, тағамдар берген, тұрмыста пайдалануға болатын заттарды және ең бастысы оқ ататын қару берген. Мысалы, бір мылтық үшін 10 адамды берген. Осылайша енді еуропалықтар осылай көптеген адамдарды Америкаға, Бразилия немесе Еуропаға алып кетіп жүрген. Яғни түсінесіздер ме? Бұл жерде бір айналым болған. Неғұрлым көп қару берген сайын, соғұрлым бұл жақтың беделді адамдары көбірек құлға адамдарды ала білген. Өйткені оларда қару бар, ата алады, адамдарды шошта алады, солай енді құлдыққа алып алады да, сосын еуропалықтарға сатып жүрген. Одан да көп қару келеді, одан да көп құлға адамдарды алып жүрді. Осай бітпейтін айналым болған. Қазір осындай бір ауылдың ішіне кіріп кеттік. Бұл жерде дейтін бұндай жерде Here it is the black house.
Окей. Okay. Көрермендерім, бұл жер қара үй деп аталады, яғни құлдыққа алып кетер алдында құлдарды осы жердегі қара үй болған, дәл осы жерде қара үй тұрған, бірақ оның барлығы сынып қалған, арттағы үй оған еш қатысы жоқ, бұл заманауи үй, ойлап қалмаңыздар. Дәл мен тұрған жерде қара үй болған, бұл үйге дейтін құлдарды алып келетте 3 ай ұстаған дейді. Гидтің айтуы бойынша 3 ай ұстады. Білмеймін неге 3 ай ұстады, неге бірден жіберген жоқ. Олар енді әлсіресін және қарсылық көрсете алмасын деген мақсатта ұстаған сияқты. Және олардың барлығы осылай отырған. Осындай арнайы темір жасақталған, соның ортасына отырды. 3 ай бойы қараңғыда отырды осылай. Сондықтан қара үй аталады және құлдарды ұстағандықтан қара үй деп аталады. Дәреттің барлығын өз астына жіберген. Дым сөйлей алмаған, дым айқайлай алмаған, өйткені ауыздарында бекітіп тастаған. Осылайша 3 ай бойы Америкаға, Бразилия, Еуропа жаққа кетер алдында осылай отырған. Енді әрине көбі өлген сол жерде осылай отырған бойда, бірақ тірі қалғандардың барлығы мұхит арқылы континент асып, ақыры соңғы сапарға кетті. Жаңағы қара үйдегі сынақты шыдай алмай өліп қалған адамдарды қайда тастады? Осы жерде үлкен шұңқыр болған, яғни мәйіт. Сол жерге барлығын келіп төге берген. Осы жердің астында бірнеше 10 мың адамның мәйіті жатыр. Яғни осы жерде қанға төгілген жер. Ана жердегі монументті қарасақ, бұл жерде көптеген жылап отырған, құлдықта тұрған, өліп жатқан адамдардың бейнесін бақылауға болады. Және қызыл түсі бұл дейтін әрине қанның белгісі. Үлкен шоңқыры бейіттің қасында осындай құдықты байқап қалдым. Түркия мен Бенин мемлекеті бірігіп, немесе Түркия мемлекеті Бенин мемлекетіне сый ретінде құдық қазып берген екен. Бірақ білмеймін, істемейді дейді. Басында істеді, қазір істемей қалды дейді. Қара үйде қайтыс болған адамдардың барлығын жаңағы шұңқырға тастаған болса, ал тірі адамдарды, тірі қалған адамдарды, бірақ әлсіз адамдарды осы ағаштың айналасында ер адамдарды 9 рет айналдырған, әйел адамдарды 7 рет айналдырған. Сондай бір арнайы рәсім болған дейді. Айналса, сондай рәсімнен өтсе, олар дейтін бүткіл барлығын ұмытады, яғни өзінің атын, өзі шығу тегін, отбасын, кім екенін, үйін, жалпы барлығын ұмытып қалады. Милары таза болып қалады дегендей, нағыз құл болғанда ғана келесі жерге барады. Ал бұл артында тұрған қайтып оралмас деген қақпа. Бұл жерден яғни құлдарды бүткіл басқа континенттерге жіберетін. Артында тұрған жерден жағажайға өтеді. Ар жақта, ортада, алыста бірнеше шақырым жерде үлкен кеме тұрады. Сол құлдарды кішкентай қайықтарға отырғызып, оларды сол кемеге апаратта, сол же тиит бәрін толтырады бір үлкен кемені. Солаймен бұл құлдар үшін соңғы сапарға кетеді. Яғни сапардың атауы қайтып оралмас деп атап жіберген. Яғни бір кетті ма болды, енді қайтып оралмайды. Олар қайда кетті? Біреулері Еуропаға кетті, біреулері Бразилия жақтарға, Куба, Гаити, Америка құрама штаттарына, солай жан-жаққа тарап кетті. Бұл жақтың тұрғындары біздің ата-бабамыз деп айтады. Менің ата-бабам бір Кубада бар болар дейді. Гаитида да менің ата-бабам бар болар деп солай мына жақта айтады. Яғни ата-бабалары осылай континент асып соңғы сапарға кетті. Артында тұрған теңізді көріп жатсыздар ма? Сол теңіз арқылы кетіп еді. Соңғы сапарға 3 ай жүрген, бір жақтарға 4 ай, бір жақтарға 2 ай. Енді қайда кеткеніне байланысты. Және әрине жолда да олар көбі қайтты. Өлді, жолды көтере алмай, салқын, суық және аштан өлгендері де болған. Керек емес әлсіз құлдарын лақтырып тастаған кездері болды. Солай енді бұл жақта өмір осындай болған. Қазір бұл жерде монументті қайтадан құрып жатыр. Яғни жөндеу жұмыстары жүруде, сондықтан осылай жабық тұр. Өкінішке орай мен келіп қалсам солай болып қалады ол міндетті түрде.